Ассалаумағалейкум, құрметті достар, маған дәл қазір қастандық жасалып жатыр. Мұқиятынан таратыңыздар соңына дейін. Мен қазір Шымкенттен Алматыға жолға шығып бара жатырмын да. Екі BMW машинасы 5 минут бұрын болған жағдай. Дендра пар жақта бір машинаның нөмірі, мен қазір жолдың жағасына кіріп тоқтап тұрмын. Амалым жоқтығынан қастандық жасалып жатыр, білмеймін. Маған мені көре алмаушылықтардың ісі ма, жоқ әлде өткенде іске қатысы бар ма, білмеймін достар. Жақсылап жаттап черный BMW 13-ші регион 434. Екінші машинаның нөмірі 532 BMW черный машинасы. Екі машина достар. Білмеймін не үшін екен, затпен келіп тоқтатып, мен екі жағымнан қысып, менің ішімде адамдар отырған пассажирлер түсінбей жатыр не отқан ағайындар. Егер де маған бір жағдай болатын болса, осы екі машинаның нөмірін жаттап алыңыздаршы, амалым жоқтығынан салып жатырмын достар. Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Достар, кешегі видеоның жалғасын срочно етіп салып жатырмын. Достар, рахмет барлықтарыңызға, уайымдап жатқандарыңызға Алла разы болсын. Түсіндіріп айтып кетейінші. Достар, мен алға қарата успешный өмірге талпынып жатқан жай ғана қазақтың қарапайым ғана баласымын. Мен кеше Шымкент қаласында тойда болғанмын заказа. Тойдан шығып кетіп бара жатқанмын алға. Мен бензиніме, жолыма деп екі адам салып алғанмын артыма. Дендра парктың қасынан өтіп бара жатқан кезінде екі BMW машинасы қара. Нөмірлерін кеше айттым ғой. Қысып тоқтатып алып, түсінбей қалдым не болып жатқанын. Қысып тоқтата салысымен затпен кәдімгі затпен екі жағымнан келіп, затпен түс, дым түсінбей қалдым. Арттағы адамдар деген милицияға звондап жүрген, 102-ге звондап жүрген. Мен Алматыға жеткенше 102 деген милициядан звондап қайта, сондай жағдайлар болды. Ол адамдар мені Таразға ден қуып келді артымнан. Достар, мен өте тез успешный өмірге қадам басып жатырмын достар. Түрмеден шығып успешный өмірге қадам басып жатырмын. Бұл жерде айтайын деген не достар? Көре алмай жатқан адамдардың іс-әрекеті деп ойлаймын ағайындар. Маған көре алмай іштері тарылып істеп отқан адамдардың іс-әрекеті. Мен дәл қазір өзімді жан-жақтан көрсетіп жатқан адаммын ағайындар. Мына жақтан да. Менің мақсатым успешный өмірге жету ағайындар. Успешный өмірге жету, қандай салада болсын өзімді байқап көріп жатырмын. Достар, айтайын дегенім, сол адамдар кім екенін өже мен тауып қойдым. Кімдер екенін. Астанадан мені комитетчиктер тексеріп отырады. Сол жақтан звондады маған. Мен Алматыға жете салысымен, таңғы сағат 7-де жете салысымен маған звондады. Жотам, не болып жатыр? Не жағдай болып жатыр? Анау мынау деп. Өже нөмірін сол жақтан камерадан барлығын біліп қойған. Заявление жаз деп отыр маған. Мен заявление жазбаймын ағайындар ше. Просто не үшін түсінсем бұйырмасын мен. Осы ғана менің айтатыным ше. Не болыпты? Түрмеден шықтық, успешный өмірге талпынып жатырмыз. Белгілі бір жетістікке жетейік деп өліп тіріліп жатырмыз. Қазір мысалға менде уақыт жоқ. Мен қазір азанда келдім сразу Алматыға. Үйіме келдім да сразу жатып ұйықтадым. Қазір тұрдым, қайтадан жұмысқа шығып жатырмын. Қазақстанға танымал белгілі бір әншімен дуэт жазайын деп жатырмын. Қазір соған дыбыс жазуға неге бара жатырмын студияға. Одан шығып таксовать етем. Одан шығып кешке тойға барам. Ағайындар, уақыт жоқ менде. Барлығы рас. Барлығы бір Алланың қолында не болады. Ертең күніміздің не боларын білмейміз. Бәрін Аллаға тапсырып, алға қарап успешный бір қадам